Бәрілеріңе сәлем достар, сіздермен бірге бүгін Альберт Йонг және жаңа видеоға қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Сіздер алдыңғы видеоларда өте үлкен актив көрсеттіңіздер, сондықтан сіздер үшін дәл қазір мен 4-ші серия Путь бомжа, то есть қазақша Путь бомжа на Black Russia түсіретін боламын. Балансты қарасаңыздар, алдыңғы видеодан 100 мыңға көбейген. Бұл значит, что мен жаңағыдай көп квест орындадым. И плюс жаңағыда мен рангым, қазір қарап тұрсаңыздар. Так, и мен рангым Ефрейтор. Қалай болды, не үшін, қалай ол солай деген сұрақтарыңызға жауап берейін. Біріншіден, так, мынау сәлемші етіп жатыр. QS дегенге кіреміз. И қарап тұрсаңыздар, слушайте благо отчизны деген выполнено тұр. Получается, шоу ВБ. Так, біздің айдиіміз қандай? Так. Чат. Апс екінші айди. Так, шоу ВБ 62. Мне предложение. И военный билет менен бізде тұр. Военный билет маған жаңа подполковник берді, Стас Йонг. Ал қазіргі таңда F меню, Министерство обороны. Не қарасаңыздар, олар, оказывается, бүгін посттан шешіліпті. Не дейміз, соңғы уақытты мен алып кеттім, прям в последний секунд деген сияқты. Так, енді қараңыздар, қайта квестке кіреміз. И қарап тұрсаңыздар, қаншама квест орындалып тұр, кроме могу стрелять и 10-ші уровень. Қараңыздар, мен кеше 2 квест орындадым. Бірінші купить квартиру и дом. Мен Бусаевада үйді 150 мыңға алдымды, 160 мыңға перепродать еттім. Приобрести первый автомобиль, тоже оны да істедім. И болды, осы 3 квест істедім. И настройки и очки опыта 12. Скоро уже 5-ші левел болады. Так, сондықтан біз дежурныға келеміз. Задание организации, армейская барыга деген аламызды. Мынақа жаңағыдай складқа келеміз. Ой, баг қайттан. Так, қазір. Вот бесе. Так, есік жауып қалды, қайттан ашамыз. Кіреміз. Мынақа кіреміз. Отмен деген басамызда. И на ключты по-быстрому взломать етеміз. Все, взломать еттік. Ары қарата просто аламыз. И жаңағыдай не қарта барамыз. Ұйықтайтын жерлерге, кроваттарға барамыз да. И тура анау армейский барон деген квест орындаған сияқты өйстіп істейміз. Айналып, неқа келіп, неқтан тоже өйстіп алып, жаңағыдай. И плюс 20 мың сюда. Енді біз қазір бірнеше заттарымызды орындауымыз керекпіз. Біріншіден, бізде бомжың скины, как бы да, и бізге бір какой-то бір скин керек. Қараңыздар, осындай скинмен разве жүрем адам деген. Так что бізге ноудан скин аламыз бүгін, примерно бір 60 мыңға. И ана 60 мыңға мен кеше алған машинамда Гостан алдым кеше бір машинаны. Соны тоже 60 мың сатамыз да, и 0 болады. И сол 0-ға нетеміз, аламыз, машина аламыз. Так, кар деген аламыз да, и на месте парковки. Так, ваша машина сломана дейді. Так, открыть. Как-то бірақ біз жетіп алуымыз керекпіз. Қазір көреміз, в общем. Так, мен біз кеп қалдық достар, в общем. Машина ремонттадым, наконец-то, бір 15 минуттан кейін келдім, наконец-то. Так, 24-те жеті бар екен. Так. Одежда кремізді, и нормально бір скин аламыз. Так, қаба алсың, Жо, онда болмайды. Так, осындай аламыз деймін, вроде, нормально. Так, көрейік. Вот, нормально вроде. Или надо аламыз вообще качок. Так, көрейік тағы қандай скиндер бар екен. 97 мыңға мынандай скин болмайды енді бізге. Біз еще ондай бай емеспіз. Так что мен ойлаймын, мынандай аламыз простой очень. 35 мыңға.
И сосын барып мына жаққа неге инвентарьға кіреміз. Так, удалить. Использовать. Вот, теперь нормальный скин бізде. Так, надо болса удалить етеміз. Все. Наконец-то нормальный скин пайда болды. Так. Ал енді кеттік біз авторыныққа. В общем, достар, мынандай жағдай болып тұр. FM-ға кіреміз. Неға кіреміз де. И покинуть семью деген басамыз. Все, кефтеме пока. Так. Давай. В общем, ана қазақтардың фамасына алып келді. Так, енді бізде қазір керегі осы сатамыз осы машинаны плотно қылып. Так, FM-ді көрейік енді. Что за фама екен бұл? Количество людей 90 дейді. Нешінші орында екенбіз біз? Пока что нелер жоқ, объявление жоқ. 6-шы орында тұр екенбіз. Вообще кайф. Так, вышкаларға бару керек по-любому. Так, синдикат бекен бұлар такой өзі. Синдикат шығар. Вот синдикат бекен. Так, стрелоктар керек бұл жаққа. Так что, достар, White Empire дегенге кіріңіздер. Типа, разрешение бесплатно береді. Так что, қазір біздің машина сатамыз. Әйтеуір менен продажа вообще шықпайды, так что мынау машинаны 139 45 123. Так, в общем, 5 минут күту керек. Покажу, в касине тұрайық. Вообще, осы машина мен вообще не для перекупа, а просто өзіме алғам, чтобы квест орындасайын деп. Так, в общем, не для перекупа, а өзіме ғана алғамын. Поэтому сразу дешево дешево следить в этом, чтобы просто слишком қатты минусқа кетіп қалмау үшін, а то на госқа следить үшін өзі 40 мың. А мен бұдан уже 45 мың сатып жатырмын. Негізі 80 мыңға алған, ладно, все равно как бы жаңа армейский квесттерді орындаймыз да, көтерілеміз деген сияқты ғой. Келесі серияға үшін примерно бір 500-ді шығару керек, өйткені келесі серияға үшін бір нормально бір үй аламыз, арзамастан бая бір жаңағыдай высший деген сияқты ғой. Чтобы прям казиноға жақын болу үшін, иногда еще казинода ойнап тұрамыз, сондай да. И либо батыревадан алу керек. Бір жағынан сияқтында дұрыс. Так, қайтан көрейік. Так, болма не. Так, все, сливаем. Все. Удачи. Все, рахат, все, давай пока. Так, енді біздің қалтамызда 235 мың. 235 мың прям мықты машина ала алмаймыз деп ойлаймын. Поэтому біз қазір барып мотоциклдар көрейік. Мотоциклдар бар ма екен, жоқ па екен? Так, мотоциклы 0 дейді. Средний класс енді по-любому ештеңке ала алмаймыз, это уже гарантия. Поэтому просто осы 200 бізде тұра берсін. Келесі серияға үшін примерно 500 жинап, бір средний класс нормальный бір машина аламыз, либо несі классын бір Мерседес поменять алатын шығарамыз, наверное, чтобы енді не густо болатын сияқты да. Әйтпесе мынандай Жигули бәрімен жүрсек, вроде олар жай жүреді қатты. И жаңағыдай Мерседеске спрос бар негізі 450 мың ба тұрады. Поэтому біз қазір енді семейный спавнға қарата барамыз. Так, біздің спавнымыз понял. Так, біздің спавнымыз, оказывается, батыревада екен, осындай подъезде FP 379 дейді. Ішіне қазір машиналарды көрейік, қандай машина бар екен. Так, автопарк. Бірінші раңтар походу жоқ, А жоқ, бар екен, загрузить на парковке. Так, и қандай қақта ол. Он тұрған сол емес па вроде. Audi A4. Так, көрейікші қана. Именно осы екен, өте күшті машина негізі, осындай машиналар қатты ұнайды маған. Прям Audi A4, осындай әдемі машиналар. Так,
Енді бізге қазір керек. Еще блатной номер алсаңыздаршы. Бір дейді. Іші қатты емес, но тоже пойдет деген сияқты ғой. Так, енді біз қазір армияға қарата барамыз да, армейский барон дегенді орындаймыз, чтобы тағы да кішкене бір ақша көтеру үшін. Армейский барон и армейская барыга дегенді көтереміз. Так, мына кефтеме деген фама негізі жақсы еді негізі. Уақытта мен 80 мыңды қалдырып қойғам, потому что кредит сети кезінде мен 80 мың рублей салғанмын, ол болса оны көрмей походу и ранг маған бермей қойды, поэтому сәл былай несіп қалды, настроение түсіп қалды деген ғой. Так, мына жақта ворота открыты екен, поэтому машинамыз жағы кіріп кетеміз. Так, келеміз мына жаққа. И осы жерде Волга тұрған еді, бірақ ол Волга жоқ как бы. Так, ЛК открыли и закрыли. Мына жақта не атысып отыр ма не? Атыспаңдар, болмайды. На всякий случай қалтамызда дигл бар. Просто на всякий случай, чтобы вдруг атса біз отпор беретін еғып. Так, неға келеміз де, разделка келеміз де и рабочий дейін бастаймыз. Алып кетті енді. Қазір енді үсіп барадыр. Так, повороттан бұрылу керек, чтобы... Так. Осы жақта қазір сіздерге тағы бір бак көрсетем. Тоже бір бак бар, мына жерден желеп бар өтейік. И қазір көресіздер сол бакты. Өсіп өтіп бар жатасың. И көріп тұрсам міне. Как будто невидимая стена бір нәрсе бар сияқты. Так что осы жерден прям абайлаңыздар. Потому что КамАЗдарыңызды прям не на шутку сындырып аласыздар, плотно прям. Мен оны бүгін ғана только байқадым. На, в смысле, братишка? Никто ничего не видит. Опа, ОПГ. ОПГ, я сюда тру. Хотел проникнуться, но не получилось, и его. Так, енді бұл армиялармен уже біз нервіміз шығып кететін болды, так что бұны нет дейміз просто. Так, опа. Осына приколдар жүрді бұл армияда. Приколсыз өмір жоқ бұл жерде. Так, ладно, бұл жерде выразить етеміз как бы. Так, енді бізде қазір керегі былай ехала дейміз. Так, наверное, уже абайлау болу керек. Как видите меня. Так. Баланс увеличился как бы 274.933 рублей. Как бы осымен аяқта керек деп ойлаймын. Келесі серияда примерно бір 500 мыңдай заработать етем. Прям келесі серия прям плотно дайындаламын. Ал сіздермен болған мен Альберт Йонг. Алдыңғы видеолардағы активтеріңіз өте қатты рахмет. Өстіп подписаться етіп қойсаңыздар вообще зор болатын еді. Сіздермен болған мен Альберт Йонг. және де бәріңе сау.